атамыздың бір қосығыменен жұмақлайын. Қауесет бар қарақалпақлар көп ұзамай көшер деген, қайдағы бір жақсы жаққа барып қоныс басар деген. Оқыдым бір газетадан, қамқоршымыз көп ауытыба, ерінбестен есаплаған сыртымыздан сызып жоба. Есаплаған шотқа салып алуған неше қоясың, шотын қолдан шолып ал әссеней бір деп қоясың. Айырымлар алағада болып сондай қауесетке көшіп үлкен қалада да өз ауылын әуес еткен. Мейлі артық болмас бәркім сәуірлесек шамалы бір. Кеткен қазылар көлін жоқылап осы күндер келіп жүрген. Ой жуыртып соған шақлап бір нәрсені біліп жүрмен. Бардыр болжау қабілетім, білген нәрсем сол болады. Сәл азырақ сабыр етің, бұл жерге зор болады. Сабыр етің, деген әңгіме. Көбіс болып біз әзірақ үйреністік оған әнде. Ауыз суым тұзлақ болса, үйренген көз тұзын болар. Су барма деп соза-соза түйе мойны ұзын болар. Астыдан тұз, үстіде тұз жасап тұрған жеріміздің, ащы ғой деп налымаңыз тамған маңлай терімізді. Тұз татып кет дегенде де тегін айтқан деп болмайды. Сөйлегенде сөзіңнің де тұзы болса жеп болмайды. Бірақ жетпес өз жерге, қанша жаман дегенде де, бейіштің тапнақ төріне катеж құрып бергенде де. Өйткені бір қара барақ шөп емес қой адам деген. Терең тамыр ұрған дарақ, ватан деген, ватан деген.